Саламатсыздар жігіттер, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырып NL компаниясының кезекті өнімі витамин D3 жайлы болады. Витамин D3 дегеніміз не, ол қандай организмде қызмет атқарады және қандай себептерге байланысты витамин D3 бізге жетіспейді және витамин D3 қалай ішу керек. Бүгін сол жайлы айтамыз. Бұл өнім жақында шықты. Салыстырмалы түрде мен өзім жақында білдім бұл витамин жайлы. Қазір бүгін бізде 30 август. Күз айы 1-2 күннен кейін күз айы басталады, сондықтан бұл витаминнің бізде организмде жетіспеушілігі болуы мүмкін. Кішкене сол жайлы тоқтай кетейік. Витамин D3-дің пайда болуына күн сәулесінің өте маңызы зор. Өйткені ультрафиолет күлгін күн сәулесі біздің терімізге түскен кезде содан витамин D3 пайда болады. 90% жағдайда витамин D3 организм өзі шығарады, қалған 10% бұл тамақ арқылы түседі. Бірінші қызметі ол адамның денесінде фосфор мен кальцийдің алмасуына керек, өте қажет витамин D3. Бұл ішекте сорылуға, оның организмде метаболизміне, соның ішінде сүйектерде арнайы рецепторлар бар. Сол қанда өтіп бара жатқан кальцийді ұстап қалып, сүйекке алып келеді. Бұл сүйектің қатаюына, сүйектің өсуіне, жалпы организмнің өсуіне бұл қажет. Егерде D3 болмаса, организмде фосфор мен кальцийдің алмасуы бұзылады, біздің сүйегіміз жұмсақ болады, сүйек остеопороз, остеомиелит, болмаса рахит, кішкентай балалар рахит деген аурулар пайда болады. Сондықтан ультрафиолеттің өте маңызы зор, ол витамин D3 пайда болады, D3 өз кезегінде сүйектің қатаюына, организмнің өсуіне қажет нәрсе. Былайша айтқанда бәрі бір-біріне байланысты. Сондықтан витамин D3-дің бірінші қызметі, айтып кеттім, бұл сүйектің, тырнақтың, шаштың, терінің, ішкі ағзалардың дұрыс жұмыс істеуіне керек нәрсе. Екінші жағдай бұл иммунитет. Адамның білесіздер, коронавирустан кейін көп адамдар витамин D3 өте көп ішіле бастады. Өйткені витамин D3 иммунитетке жауап береді. Соның ішінде макрофаг деген зат бар. Макрофаг бұл клеткалар сондай, бұл бактерияларды және оларын жеп қоятын, сонымен қатар иммунитетті бекітетін бір белоктар бар. Сол белоктың синтезіне витамин D3 қатысады деп есептелінеді. Сондықтан бұл иммунитетке де жауап береді. Сонымен қатар онкологиялық аурулардың пайда болуының бір себебі осы витамин D3-дің жетіспеушілігі деп те айтады. Екінші жағдай, жүрек қан тамыр жүйесінің аурулары, мысалы витамин D3 жетіспегенде, витамин D3 жеткілікті адамдарға қарағанда жетіспейтін адамдар 2 есе көп ауырады. Инфаркт, инсульт, осы кісілерде көбірек болады деп есептелінеді. Және бұлшықетке бұл көп энергия береді. Бұлшықеттің тонысын жоғарылатады. Осындай бізде оң әсері бар витамин D3-дің. Енді бұның организмге қай кезде жетіспейді, не үшін ол пайда болады, себебін айтайық. Бұл біріншіден тамақ арқылы витамин D3-дің аз түсуі. Организм қалыпты жағдайда 90%-ін өзі жасап алады, қалған 10%-ін бізде организм тамақ арқылы түсу керек. Сондықтан тамақтың құрамында витамин D3-дің аз болуы бұл бірінші жағдай. Екінші, семіздік, зат алмасудың бұзылуы, асқазан ішек жолдарының аурулары. Одан кейін ең басты себеп бұл ультрафиолет күн сәулесінің денеге түспеуі. Ол қай жағдайда болады? Кремді көп қолданған кезде, неге қарсы, ультрафиолетке қарсы бір жағдай. Екіншісі, жалпы адамның күн сәулесіне шықпауы. Ол көбінесе офисте отыру, жұмыс орнында азаннан кешке дейін, азанда келіп кешке таман бірақ шығу. Бұл көбінесе қыс-күз айларында көп кездесетін жағдай. Екінші жағдай, солтүстік, суық жақтарда тұру. Даже біздің Қазақстанның солтүстік бөліктерінде, біздің оңтүстік бөлікке қарағанда күн кішкене аздау болады. Сондықтан бұл да сіздің қай жерде тұрғаныңызға да байланысты. Егер күн көп жер болатын болса, сізде бұл витамин D3-дің жеткілікті мөлшері болуы мүмкін организмде. Көбінесе бізде бір кішкене қателігіміз бар, үшін айта кететін, кішкентай балаларға витамин D3-ді біз жазда бермейміз. Негізі 28 туылғаннан кейін 28 күннен бастап біз витамин D3 тамшы түрінде бар. Оны реклама жасамай қойын, атын айтып. Жалпы витамин D3 тамшы түрінде бар да, 28 күннен бастап берілу керек. Қыс және күз айына байланысты емес, тоқтатпай. Көбінесе жазда бермей қояды. Бірақ сонда да өзі жазғы қатты ыстық болса, баланы біз далаға шығармай қоямыз. Ол күнделікті біз далаға шығаруымыз керек. Ультрафиолет терісіне түсу үшін ол біріншіден күн ыстық, жазды күндері. Екінші жағдай, күн мысалы шаңқай түсте, түскі астың кезінде ультрафиолет болмайды. Бұл таңертең күн шығып келе жатқан кезде, немесе күн батып келе жатқан кезде, күн сәулесінің жерге қиғаш түсуіне байланысты сондай пайда болатын
ультрафиолет сондай зат та ультрафиолет деген күннің шағылысу бұрышына байланысты. Сол жаңағы таңертең бұл кешке ғана болады. Таңертең немесе кешке біз көбінесе ұйықтатып жатамыз. Ұйықтап жатады таңертең. Кешке таман бұл шыққан кезде мысалы жаңағы жерге байланысты қалада тұратын болса жаңағы күн көрінбей қалуы мүмкін ол жағдайда. Сондықтан мен айтарым жазда да қыста да кішкентай балаларға 28 күннен асқан екен жаңағы 1-2 тамшыдан күніне беріп отыру керек. Ол жаңағы тек қана 28 күннен бастап мүмкіндік болса 2-3 жасқа дейін тоқтамай беру керек. Өйткені сол жастарда негізі бізде рахиттің несі көп кездеседі. Мен өйткені балалармен жұмыс істеймін, сондықтан кішкене ол жағында хабарым бар. Сондықтан осындай жағдай. Витамин D3 себебі айтылды, да, вот тамақта болмау, жаңағы күннің көзіне біздің дұрыс шықпауымыз. Жалпы кейде болады, сонда ультрафиолет даже кейбір адамдардың терісіне түсіп тұрса да, түсетін болса да, азынан кешке дейін күннің астында жүретін болса да, оларда витамин D3 пайда болуы мүмкін. Неге? Ол біріншіден пигментация. Мысалы қара адамдарда терісі қара болса, немесе денеде көп дақ болатын болса, ультрафиолет пайда болмауы мүмкін. Өйткені меланин жаңағы дақ болмаса дененің қара болуы, бұл жаңағы ультрафиолет отражать етеді да, шағылыстырады. Сондықтан бізде ол да кішкене әсер етеді. Сондықтан кейбір жағдайда барлығы идеальный болса да, терісі жақсы болса да, бірақ кейбір бір себепсіз белгісіз себептерге байланысты витамин D3 пайда болмайды организм денесіне ультрафиолет түсіп тұрса да. Сондықтан бұл жерде жағдайға қарау керек. Әркімде бұл бір жеке өзінің адамның бір индивидуальный бір жеке басының бір ерекшелігі болуы мүмкін, сондай да жағдай болады. Вот осындай жағдайларға байланысты бізде витамин D3 жетіспейді. Сондықтан кішкентай балаларда бұл витамин D3-дің жетіспеуі қалай білінеді? Бұл жаңағы рахиттің болуы, аяқтың қисаюы, жаңағы бастың деформациясы, баланың жиі ауруы, бойы өспеуі деген сияқты, салмақ қоспауы деген сияқты сондай белгілер болуы мүмкін. Үлкен адамдарда ол біліне қоймайды қатты. Сондықтан бір белгілі бір специфический дейді, сондай белгілері болмайды. Бұл жаңағы шаршағыштық, жиі ауру, сүйектің жиі сынуы деген сияқты сондай бір белгілер болуы мүмкін. Сондықтан бұл жерде қалай енді ішеміз, біз қалай білеміз витамин D3-дің бізде бар жоқ екенін? Ол мүмкіндік болатын болса, витамин D3-ді қыс айларында міндетті түрде ішуіміз керек. Егер де біздің жасымыз айтайық 40-тан асса, особенно әйел балаларында витамин D3 міндетті түрде ішу керек. Өйткені мына 38-42 жаста бізде климакс болады деп есептелінеді. Сондықтан климакс кезінде бізде климакстан кейінгі кезең, сол кездерде бізде кальцийдің жуылып кетуі организмде көп болады. Сондықтан үш әйелдің біреуі остеопорозбен ауыратын, сондықтан бұл жерде таза гормонға байланысты проблема. Сондықтан бұл жерде витамин D3-ді 38-40 жасқа асқан әйелдер міндетті түрде ол ішу керек. Ол бұл жерде сізде жаңағы витамин D3 жеткілікті ме, жеткілікті емес, оған байланысты емес. Бұл таза остеопороздың профилактикасы ретінде ішуіміз керек. Ер адамдарға да соны айтуға болады. Бізде ер адамдар өкінішке орай группа рискіге жатады. Ол көп темекі шегетін, арақ ішеді, ер адамдар инфаркт, инсульт әйел баласына қарағанда еркек адамдарда көбірек кездеседі. Сондықтан жүрек қан тамыр жүйесінің алдын алу үшін остеопороз ер адамда болады. Соны профилактикасы ретінде витамин D3 ішуіміз керек. Және иммунитетке байланысты білесіздер, қазір мына біздің коронавирус анда-санда бір пайда болып қайтып жоқ кетіп жатыр, болмаса жалпы мынау сезонның кезінде иммунитеттің төмендеуі, болмаса бір ауырып шыққаннан кейін больницадан бір әйтеуір бір аурудан кейін тез қалпына, организмді тез қалпына келтіру үшін витамин D3-ді ішу керек. Сондықтан бұл жерде показания дейді ғой, жаңағы көрсеткіш әркімде әртүрлі. Егер де сізде остеопороз болса, жаңағы сүйекке байланысты сүйектің мынау переломны, сүйек қолыңыз аяғыңыз сындырып алғаннан кейін тез қалпына келтіру үшін витамин D3-ді ішуіміз керек. Жалпы иммунитетті көтеру үшін витамин D3 ішіп отыруымыз керек. Сондықтан бұл жерде сіз қай жақта тұрасыз? Солтүстікте тұрасыз ба? Болмаса сіздің жұмысыңыз азаннан кешке дейін үйде отырасыз ба? Болмаса буындарыңызға, жаңағы сүйектеріңіз қақсап, аяқтарыңыз сынған жеріңіз қақсай ма, соған байланысты өзіңіздің жеке бір қалай айтсам болады, жағдайыңызға байланысты витамин D3 ішіп тұруыңыз керек. Профилактика ретінде мен айтар едім, мына күз және қыс айларында. Сондықтан NL компаниясының бұл жерде өнімі тұр. Бұл жерде витамин D3 600 халықаралық бірлік дейді. Негізі жалпы ол 400-ден басталады, 400-ден жоғары қарай. Бұл жерде тағы бір айта кететін нәрсе, қазір бізде Қазақстанда өте үлкен дозировкалар бар да, дозасы өте үлкен бар, 50 мыңға дейін. Негізі витамин D3-ді үлкен дозада ішуге болмайды деп айтады. Негізі өйткені бұл бауырда мынау бауырда кистаның пайда болуына алып келеді. Витамин D3 өте көп мөлшерде ішуге болмайды, бұл өзінің белгілі дозасы бар. Жаңағы
қалай айтсам болады, 400-ден басталады, одан жоғары қарай 1000-ға дейін. Сол екі аралықтағы дозаны ішу керек. Бір капсуладан болмаса бір таблеткадан күніне 1 рет. Бұл жерде кімде қандай нәрсе бар. Қандай противопоказание болуы мүмкін? Противопоказание бұл жерде аллергиялық реакция болуы мүмкін, индивидуальный непереносимость дейді, соған байланысты жүктілік кезінде ішуге болмайды деп айтады. Бұл өйткені БАД болып табылады. Тағы қайталап айтамын, беременналарға ішуге бола ма, болмаса емізулі аналарға ішуге бола ма деген сұрақ өте көп қойылады. Бұл жерде инструкциясы бойынша негізі БАД болып тіркелген екен, ішуге болмайды деп айтады. Сондықтан бұл жерде инструкциясы бойынша болмайды. Ал енді қалғанын өздеріңіз дәрігерлеріңізбен ақылдасып, жеке солармен сөйлесеңіз болады. Мен тек қана бұл информация қоюшы адаммын. Мен сіздердің денсаулықтарыңызға YouTube арқылы, канал арқылы мен жауап бере алмаймын. Дұрыс информациямен қалай инструкциясы жазылды, солай қоюым керек. Ол менің міндетім. Ертең бір жағдай болатын болса, сондықтан бұл ондай проблема болу керек емес ешкімге. Сондықтан Enel компаниясының өзінің қолданып жүрген, ішіп жүрген адамдар болатын болса, бұл компанияның өнімі сіздерге жағатын, ұнайтын болатын болса, осы Enel компаниясының өнімін қолданып көрсеңіздер болады. Одан кейін көп қалалардан жазады, көп қалалардан звондайды, қай жерден алсақ болады деп. Негізі әр қалада болады, кейбір қалаларда болмауы мүмкін. Егер де сондай жағдай болатын болса, мен Шымкент қаласынан сіздерге бұл Enel компаниясының өнімін жібере аламын. Мен солай шештім. Өйткені өте көп сұрайды, қай жақта бар деп. Мен қай қалада, қай жерде бар екенін шынымды айтайын білмеймін. Сондықтан почта арқылы, қазпошта арқылы болмаса, мынау қазкурьерский нелер бар ғой, служба арқылы сіздердің адрестеріңізге жібере аламын. Менің номерім өз каналымда бар, 8775-233-24-88 номеріне звондап хабарлассаңыздар болады. Тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Лайк басыңыздар, подписка жасаңыздар. Осы телефон арқылы хабарласып, сұрақтарыңыз болса сұраңыздар. Жақсы, рахмет.